Дәретханаға қаншалықты жиі барамыз? Әрбір адам өмірінде бір рет болсын осы сұрақты өзіне қойып көрген болу керек. Кейде біз бүгін немесе соңғы кезде өте жиі дәретханаға барғанымызды ойымызға аламыз. Кейде керісінше көптен бері бармағанымыз туралы еске түсіреміз. Бірақ бұл сұрақтар жайдан жай пайда болып тұрған жоқ. Бұл сұрақтарды біздің санамызға организм өзі еске түсіріп сигнал беріп тұр. Дефекация, яғни үлкен дәрет шығару процесі қалыпты да байқаусыз өтуі керек және адамға сезілетін, байқалатын дискомфорт әкелмеуі тиіс. Естеріңізде бардай, ішек пен тағамның жылжуы 24-36 сағат арасында уақытты алады. Яғни оны мен алдыңғы постта айтып кеттім. Күнделікті 3 мезгіл тамақтансақ, дәретке шығу жиілігі күніне 1-2 реттен 1-2 күнде 1 ретке дейін болу керек. Яғни күніне 1-2 рет немесе 2 күнде 1 рет шығуымыз керек. Осы уақыт ішінде тағам барлық асқазан ішек трактісін өтіп шығады. Жеткілікті дәрежеде ас қорыту сөлдермен, ферменттермен өңделеді. Құрамындағы барлық организмге қажетті қоректік заттардың барлығы сіңеді және дәрет массалары қалыптасады осы уақытта. Дәреттің реттілігі бұзылса, әуелі бұның себебін түсіну қажет. Күнделікті дефекацияның бір күн болмауы өзіңізден іш қату, яғни запордың іздеуінің себебі емес. Яғни бұрын ретті болып келе жатып, бір күн дәретіңіз болмай қалса, демек сіз өзіңізден бірден запорды іздеп байбалаң салудың қажеті жоқ. Қалыпты дәреттің жиілігін білмегендік үш жүргізетін, яғни слабительный препараттарды жөнсіз қабылдауға алып келеді. Яғни бір күн дәретіңіз болмай қалса, бітті, менің ішім қатып қалды деп жаңа үш жүргізетін дәрілерді ішуіңіз дұрыс емес. Фрэнсис Бэконның айтуы бойынша, лекарства бывают хуже болезни деген сөзі естеріңізде болсын. Егер сізді үлкен дәреттің жиілігі, консистенциясы көңіліңізден шықпаса, күдік ұялатса, медициналық консультацияға жүгінген дұрыс, яғни дәрігерге барып қаралған дұрыс. Қазіргі дамыған заманда интернет арқылы өзіңізге өзіңіз диагноз қойып, өзіңізді емдеуге болмайды. Бұл өте қауіпті. 25% жағдайда тоқ-ішектің рагы іш қатудан басталады. Соны ұмытпаңыз. Осы жайт сіздің естеріңізде болсын. Сол себепті денсаулығыңызға мән беріңіз. Ал сіз дәретханаға қалай баратыныңызға көңіл бөлесіз бе? Қолдау көрсетсеңіз мен үшін өте маңызды.